Сәрсенбі күні Атлантада Англияны 2-1 есебімен жеңіп, әлем кубогының финалына шыққан Аргентина құрамасының жанкүйерлері жеңісті үлкен қуанышпен атап өтті. Аргентина тағы бір мәрте матчтың соңында камбэк жасады. Өйткені 85 минутқа дейін Англия 1-0 есебімен алда келе жатқан болатын. Аргентина сапынан Энсо Фернандес ойынның 85 минутында есепті теңестірсе, Лаутаро Мартинес төреші қосқан қосымша уақытта жеңіс голын соқты. Қазіргі әлем чемпиондарының бұл жеңісі олардың жексенбі күні Ист Раттерфордта өтетін финалда Испаниямен кездесетінін білдіреді. Дүйсенбі күні Испания құрамасы Францияны 2-0 есебімен тізе бүктірген болатын. Аргентинаның қоржынында қазірдің өзінде әлем кубогының 3 титулы бар. Олар 1978, 1986 жылдары және соңғы рет 2022 жылы Францияны пенальти сериясында жеңіп чемпион атанған еді.